Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен кез келген қонағыңыздың көңілінен шығатын тауық етінен жасалған өте нәзік фирменный салатымның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бірінші етімізді суға пісіріп аламыз. Піскен соң осылай ұсақтап тураймыз. Содан соң суға піскен жұмыртқаларымыздың ақ-уызын видеода көрсетілгендей ұзыншақ жіңішке етіп тураймыз. Қосылған заттардың барлығы бір-біріне үйлесімді өте нәзік салаттардың бірі, әсіресе үлкен кісілер жақсы көріп, сүйсініп жейді. Ендеше жүгерімізді қосып, содан соң 2 дана қиярымыздың тек сыртын ғана теркадан, осындай ұзын теркадан өткізіп қосатын боламыз. Картофельный пай деп айтады ғой, дайын түрін алып қоссаңыздар да болады, немесе өздеріңіз қуырып қоссаңыз да болады. Дәміне қарай тұз, майонез қосып жақсылап араластырамыз. Салатымыз құрғақ болып қалмас үшін осындай шамамен 1 шай қасық оливковое масло қостым. Өте дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбаян. Егер видеоларым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.